Илбек алызығыларының керечелері көздік. Хакас тілінің чылын ең пұрын басча. Анзы тектіңнен емес 1906-1908 жылырда тоғынғын қосшылар Алексей Топоевның Владимир Бутанаев Хакас книга издательствосында паза Ленин жолы газетада көпчілер істенгенер. Тіліні теледер кенделерге паза чындаларға умалар чаянар. Оларның живопись паза графика оңдайлы қостан тоқыстарын, ол тұстағы қығырғылар паза үгірінжілер шақсы пілжіңнер. По выставке автор Владимир Бутанаев, паза Андрей Топоев, два чахсых художниктар. Олар советский времени тоғынығандар. Чичиктен схар олардың тоқыстарын білшім. Чичиктен схар олардың тоқыстарын миллионға да қыныс болған. Мен оларды көріп тоже сағынығым. Художник оларға өгірінерге сағынығым. Чаячус Андрей Топоев, живопись пастыры Хакас шерінің тарқының гражданская чапаза коллективизация тозындағы алызығыларыны көздерге күстенжен. Ол тұстырды алырды парчатқан алызығыларына құмырқылап салған. Графиканы қостерге қычытқан ұс Владимир Бутанаев, шыр чаянға паза кізлерінің умаларына қайығы салжан. Пүй екі чаячы, екізі де бір жылды түреніңер, оларға пүл 95 жас толча. Экономика наукаларының кандидаты Петр Петрович Бурнаков оларны жақсы танын, Че Андрей Алексеевичның аға ода тоғазырға келісшін. Топоевті еледі хати тоғазырға келіскен редакцияда. Редакция анда да Ленин жолы тұпадалжың, ол анда хостчы болған. База ол Хакасский книжный издательство тоғынқында енжеді хати тоғазырға келіскен. Анның ары, мен анның ада шоқтас, ефтік, аның ефтік, қадедергі тілін, аның ефтік шоғын естерге келіскен меге. Біздің қабырларда телем істелбен жеткен қосшылар идек елбік адыл жаның арылысшылары болғанар. Аныңар чылтысты азылған көздік, елбік чеңістің 15 жылына чардыл боқча. Саблы қосшыларының көзденің ағбындағы чұқтық жылар паза алжылар, чебіргі сексен барға тері таныс болырлар.